Саламатсыздар ма, құрметті таңдастар? Біз қазіргі кезде ақпараттық соғыстың иіріміне кірдік десек те болады. Осы иірімнің қауіптілігі соншалықты барлық қоқыстар бір иірімде шырайналуда. Шынында өте қауіпті аласапыран кез деп айтсақ та болады. Барлық нәрсенің хаосқа келіп тірелген нүктесінде тұрмыз. Біз 30 жыл бойы Назарбаевтың құрған жемқорлар режимінде өмір сүрдік. Осы жылдар ішінде КНБ мен ішкі саясат бөлімдері халықты біріктірмеу үшін бөліп жарды және арамызға іріткі салды. Шынайы еліне жаны ашитын патриоттарға неше түрлі қара күйлер жағып, сатқын, билікке сатылды, немесе КНБ-ның агенті деген сияқты осындай ярлықтарды жапсырып отырды. Олар осындай сайқал саясат машинасы арқылы шынайы патриоттарға деген халықтың сенімін жойып, көңілдеріне күдік ұялатып отырды. Олар ішкі саясатпен КНБ-мен серіктесе отырып, немесе бірлесе бірге жұмыс істеп, неше түрлі арандату тірліктерін осы күнге дейін істеп бақты. Және осы шакалдар осы арам жұмыстарын міндетті түрде әрі қарай жалғастыра беретіні сөзсіз. Тіпті көбіміз осы арандатушылық ойранының құрбаны болдық та. КНБ мен ішкі саясат халықтың басының бірікпеуі үшін көп нәрсені былықтырды. Жағдайдың жіп сияқты шатасқаны соншалықты, тіпті жіптің ұшын табу мүмкін болмай қалды. Яғни біздер отан мен жерімізді және тілімізді қорғағанымыз үшін сатқындардың жауына айналдық. Және осындай эволюциядан өтіп жатырмыз деп айтсақ та болады. Сонымен қатар қазіргі кезде әкімдерге және басқа да ірі шенеуніктерге, ірі болсын, майда болсын, қай деңгейде болсын шенеуніктерге тонды өздерің піше беріңдер деп, мына бандит билік барынша ерік беріп қойған. Кез келген есерсоқ ойына не келсе соны істейді. Және өзінің ойына келген айыппұлдарды тағайындай салады. Яғни ешқандай заңның негіздеріне сүйенбейді. Заңды кез келген есерсоқ әкімдер өздерінің ыңғайына қарай шығара береді. Демек, осы нәрсе бізде президенттік биліктің жоқ екенін білдіреді. Бірақ бұл да бір жағынан пайдалы деп айтсақ та болады. Пайдалы жағы, өйткені ерте ме кеш пе әділдік үшін қарсылық көрсету толқулары барлық жерлерде міндетті түрде дұрыс бағытта бұрқ етеді. Сондықтан да көңілдеріңіз еш түспесін. Олардың қазіргі кезде жанталасып аласыруларының себебі де бар. Өйткені әрқашанда бұзақылық пен зұлымдықты жасай берулері тіпті мүмкін емес. Кез келген зұлымдыққа тыйым болып аяқталатыны сөзсіз. Біз қазір екі жолдың айрығына келіп тірелдік. Біз қазір таңдауымыз керек осы екі жолды. Біздердің жаңағы барлығымыз халық болып, бір жол, бірінші жол. Халық болып бірігеміз, немесе екінші жол немқұрайлылық танытамыз. Әрі қарай мына диктаторлық жүйенің карантин, локдаун, маска, вакцина және тағы басқа осындай түрлі зұлымдықтарының құрбаны болып, ақыр соңында еліміз бен жерімізден айырылған құл болып оянамыз. Қазір елдің ішінде және сырттағы оппозициялық көзқарастағы адамдар бірігіп мына диктаторлық режимге соққы бермесе опат болатынын түсінді. Осы мақсатта халық таңдауы партиясы құрылды. Осы партия коалиция сияқты барлық партиялар мен қозғалыстарды және жеке тұлғаларды бір тудың астына жинауды ұсынып отыр. Әрине, партиялар мен жаңағы қозғалыстар бір-біріне қосылмайды, тіпті қосылу да мүмкін емес. Бірақ бірігуге болады ғой. Бірігу арқылы диктаторлық жүйеге соққы беруге де болады. Халық таңдауы партиясының ерекшелігі бұл халықтың төменнен бастау алған, яғни төменнен бірігу партиясы.
Енді ешқандай да бөлінбеушілікке, арандатушылыққа жол бермей, барлығымыз бір жұдырық болып бірігуіміз керек. Бірікпесек елімізден, отанымыздан, жерімізден айырылатын қауіптің алдында тұрмыз. Барлығымыздың мақсатымыз бір: диктаторлық бандит билікке соққы беріп, елімізді сатқындар мен жемқорлардан құтқару. Сондықтан біздер халық таңдау партиясына бірігуге міндеттіміз. Бір тудың астына жиналу арқылы мына сұмпайы режимнен құтылуға болады. Халық таңдау партиясы бұл сіздердің, немесе халықтың партиясы. Сіз халық таңдау партиясы сабына келіп қосылыңыз. Сондықтан мен сіздерді халық таңдау партиясына шақырамын.